Президент айтқан сын ескертпенің басым бөлігі өңірлік даму министрлігіне қатысты. Себебі аймақтардағы мемлекеттік салалық бағдарламалардың жүзеге асуына, әлеуметтік нысандардың құрылысы мен тұрғын үй шаруашылығын қайта жаңғыртуға осы министрлік тікелей жауапты. Тиісті тапсырмадан кейін бір айдан аса уақыт өтті. Жаңадан тағайындалған өңірлік даму министрі бүгін баспасөз мәслихатын өткізді. Кешегі қаржы министрі, бүгінгі өңірлік даму министрі Болат Жәмішев бүгін түс ауа сала-салаға жауапты орынбасарларын ертіп, орталық коммуникациялар қызметіне келді. Мақсат президент сынға алған олқылықтардың орны қалай толуда, сонымен таныстыру. Мемлекет басшысының тапсырмаларын орындау мақсатында іс-шаралар жоспары құрылды. Оған сәйкес өңірлік даму министрлігі 12 тармақ бойынша нақты шараларды бекітті. Жұмыстар басталып кетті. Сонымен министрлік алдағы жылы 300, 600, 900, 1200 орындық орта мектептердің, 140, 240, 280 орындық балабақшалардың, 250 мен 500 орындық емханаларды салудың бірыңғай үлгісін жасайды. Яғни барлық әлеуметтік нысан осы үлгімен салынады. Жиында бұдан бөлек тұрғын үй коммуналды шаруашылығын жаңғырту бағдарламасы да сөз болды. Тұрғын үйді жөндеу жұмыстары 2 пилоттық тетік бойынша жүргізіліп келді. Біріншісі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорацияның қатысуымен, екіншісі жергілікті атқарушы органдарды несиелендіру жолымен. Дегенмен мамандандырылған ұйымдардың қатысуымен жүзеге асырылатын тетік тиімдірек екені анықталды. Келесі жылдың бірінші жартыжылдығына 8 миллиард теңге бөлінді. Ол дегеніміз әр облысқа 500 миллион теңгеден. Сондай-ақ министрлік құрылыс жобаларының негізсіз қымбаттауында ауыздамақ. Ол үшін ендігіде мердігерді банкрот болудан міндетті түрде сақтандырып, басталған құрылысқа өзгерістер енгізуге тиым салмақ. Ендігі кезек осы және өзге де бастамаларды заң жобасына енгізіп, құқықтық түрде бекіту. Құрылысқа қатысты бұл заң жобасын алдағы ақпанда үкіметке, сәуірде парламентке тапсыру көзделіп отыр. Дулат Абибуллаев, Сапар Ақын Қалжан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.